Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Нұрзина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа пуляр деп аталатын өте нәзік әрі дәмді омлет дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен 4 жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөлек ыдыстарға шағып аламыз. Сарыуызымыздың үстінен кішкене шымшым тұз себелейміз. Үстінен шамамен 2-3 ас қасықтай сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Ақуыздың үстінен де шымшым тұз себелеп, миксердің көмегімен шайқап шығамыз. Ақуыздың көлемі 2 есе ұлғайып, аппақ болып көпіріп, өзінің формасын ұстап тұру қажет. Мінекей, ақуызымызды жақсылап шайқап алдық. Ал енді отымыздың астын жағып, табамызға кішкене май құямыз. Үстінен бірінші жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Осы сарыуызымыздың үстінен ақуызды да салып, жақсылап тегістеп шығамыз. Қақпағын жауып, баяу отта 5-6 минут пісіреміз. 5-6 минут өткеннен кейін пулярдың көлемі ұлғайып, осылай дайын болып піседі. Ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Омлетті ортасынан бөліп, екеуін бірге біріктіріп ұсынсаңыз да болады. Көріп тұрғандарыңыздай, омлетіміз өте биік әрі нәзік болып шықты. Бұл ерекше таңғы асты сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом сіздерге пайдалы болған болса, менің каналыма міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрзина.